Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 1688 Pinduoduo сайттарынан заказ берген заттарымды ашып көрсететін боламын. Бұған дейін видеолардан да байқағандарыңыздай 1688 Pinduoduo сайттарын өзім үйреніп алған болатын. Енді содан бері ай сайын 30-40 килограмм зат заказ беремін. Қазір өзімнің балалар киім сататын Сәлем Балапан атты интернет магазинімді аштым. Қазір сонда заттарды алып келіп сатып жатырмын. Бүгін сіздерге сол Сәлем Балапандағы заттарды және де кейбір балама алған ойыншықтардан бөлісіп кететін боламын. Бұл видеоны да жасаудағы мақсатым сіздер де Қытайдан кез келген затты алдырта аласыздар, бизнес аша аласыздар, өздеріңізге үй ішіне де заттар ала аласыздар деп көрсеткім келді. Және кейбір заттардың шынымен сапасы қалай болып келеді екен, қызықты ойыншықтардың түрлерімен де бөлісіп кететін боламын. Адамдардың ең көп қорқатыны заттарымды қалай салып жібереді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі қылып, сыйдырып, бәрін бірге жақсылап орап жіберген. Және де заттардың да сапалары өте әдемі. Өздеріңіздің заттарыңыз адаспай келеді. Бірінші мынандай ойыншық келді. Ойыншыққа ше күшті екен. Қараңыздар, карточка береді балаға, мындай таймер беріледі. Осы көмектенгенше бала карточкадағы мен қойып шығу керек. Орындарын ауыстырып. Мысалға осыны беріледі. Еще мұның артында мындай жануарлардың түрлері де бар екен. Мына карточканың арты жануарлардың түрі. Әлі ашпадық. Әбілқайырдың өзіне ашқызамыз. Осындай күшті ойыншық. Мындай Том и Джерри мен мындайдың принті барын берген едік. Күшті болып келген сияқты. Қараңыздар, қандай әдемі. Келе ғой. Әже шай тамақ ішіп алсын, ке. Ашып көрейік. Не ол? Әске көрсетер ма? Осылай көрейін бе? Ну-ка, не хватит больше. Ну, чек же, знаешь? Благодарю большое, я. Спайс мақтады еще. Мынандай шопер шықты. Қараңыздар, шопер вообще күшті. Мына шопердің качествосын қараңыздар, вообще күшті болып тұр. Мындай залонгымен, матасы да. Тағы бір заказым, осындай футболка. Принті бәрі әдемі. Мынандай матасы вообще жұқа, еще өте әдемі. Ең күшті заказым осы мындай кроксылар, қазір модада екен білесіздер. Мындай Пау Патрольдің нелермен, мындай кит түрі болсын, Диснейдің персонаждарымен неше түрлі кроксыларға заказ бердім. Құдай қаласа өзімнің жаңадан Сәлем Балапан деген бизнесімді
бұрынғы бар бизнесімді енді балалар қылып жалғастырып жатырмын. Соған осы кроксыларды сатуға алдырттым. Вообще өте күшті качествода келді. Андай пакетінің өзінде Пау Патрульдің суреті бар. Мындай этикеткаларымен өте әдемі, ішінде 2 слойымен, және мындай простой түрлері де болды. Мынау бірақ Диснейдің тоже персонажымен осындай балаларға арналған күшті кроксыларға заказ бердім. Күшті болып келді барлығы. Еще краскілері, нелері бәрі анық. Мындай арзанда версиялары болсын деп күшті кроксыларға заказ бердім. Осындай теннистің бадминтонмен андай ракеткаларына бердім. Андай өзіңіз таңдайсыз. Мен 2 шарик, 2 ракетка бердім. Сосын мынандайдың да түстері бар, розовый бар, өзі көк болды. Осы бар болғаны 700 теңге болды. Мындай бір-ақ ракеткасымен, бір-ақ шаригімен, немесе бір ракетка ғана, бір-ақ шарик ғана деген сияқты әр түрлі варианттары болды. Осы жаз мезгілінде балдардың ойнауына өте жақсы ойыншық. Молодец. 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 Еще попишем.